спина деп жолға шықтық. Көреміз дальше. Регистрация өттік. Регистрация міндетті түрде өздеріңізбен бірге обратный билет көрсету керексіздер. Сосын виза міндетті түрде осында тексереді регистрация кезінде. Онлайн регистрация жасап едім. Сонда да барып регистрация эриясына барып қайтадан жасау керек болды. Вот билет қолда. Енді қазір әлі уақыт бар, 2 сағаттай, 2,5 сағаттай. Сол үшін қазір тамаққа баратын. Сіздер үшін тағы да қызық нәрсе көрсетіп жіберейін. Бізде аэропорттың ішінде бірінші этажда орналасқан осындай столовый бар. Осы столовыйда бағалар өте демей-ақ қой, нормально, міне қарасаңыздар болады менюді. Ертең келіп регистрация өтіп, потом осыдан тамақтанып алсаңыздар болады. Или по идее нормально. Флайерстанда тамақтар онда қатты қымбат емес. Ассортимент. Так, аэропортта бәрі қымбат дейтіндерге, дейтін мифтерге сенетіндерге бағаларын көрсетіп жүрейін. Не алдым? Короче, самса алдым, етпен, компот и су. 0,5. Так, компот 250 теңге. Су 450, самса 500 теңге. Нормально ғой, по идее. Менюде нормально, по идее, тамақтар. Мысалы 33.500, 4.000. Ал у нас сэндвич. Кез келген сэндвич 3.300 тұрады. Сізге получается 3.300-ге мынаны алғанша, сізге мына комбоны алған дұрыс болады. Кез келген сэндвич плюс шырын аласыз. Егер ыстық тамақ жегіңіз келсе, мынандай ыстық тамақтар бар. Негізі алдын ала тамақ берген арзан түседі. Осы тамақтарды алдын ала заказ берсеңіз, 30% жеңілдігі бар. Осылай. Сапарымызды тамақсыз жалғастырамыз. Осыны айтып кетейін деген жай. Аэропорттан duty free'ден су алмай қойсаңыздар болады. Негізі мен тупит етіп қалдым. Оны аква алғанмын. Оны аква алып едім. Құны 800 теңге тұрады екен. Сөйтіп алып болғаннан кейін басқа жерлерді былай зерттеп қарасам, оказывается 1 литрлікте сулар бар екен. Сосын самал су 500 теңгеден бар екен автоматтарда. Сол үшін негізі совет беретін, егер Индияға бара жатсаңыз, бірден 1 литрлік су алыңыз. Және Flyerstан өзінің бағалары да нормально. Мысалға 0,5 500 теңге тұрады. Не баға осындай? Жергілікті суға үйренейін деп. Осындай су ішетін орталықтан өзіме су құйып алдым. Жергілікті суларға үйрене берейік деп. Шеткеннен кейін міндетті түрде мынандай declaration form толтырасыздар. Онда адрес и баратын жеріңіздің телефоны барлығы болу керек. Ал, келдік. Қолдарды қараймыз.
Естеріңізде болсын. Бординг пасты лақтырып тастап жүрмеңіздер. Өйткені миграционныйда сұрайды бординг пасыңда. Қосымша. Сосын егер букингтеріңіз болса, телефоннан букингтеріңізді сақтап қойыңыздар. Өйткені букинг тоже сұрайды. Аэропорттан шыға сала осындай белгі көрсеңіз, осы белгімен либо метромен, либо автобуспен жетіп алуға болады. Таксимен өзіңізге қалай ыңғайлы. Сол үшін бірінші біз ақша ауыстырып алуымыз керекпіз. Мен іздеп жүрмін. Артынша қай жерде ауыстырады. Метроға кірерде осындай тексеріс болады. Мен әлі кәрінсей ақша ауыстыратын жер таппадым. Метроға келдім, может картамен төлеуге болады ма екен деп көреміз. Картамен төлеуге болады екен. Құны 60 рупий тұрады дейді. Терминалға өтіп көрейік. Ашып бастық. Енді мен бірден Агра қаласына барып жатырмын, Тадж-Махалға. Сол үшін бірден Нью-Дели деген остановкаға қалдым, өйткені мен пойызым сол жақтан жүреді. Пойызым где-то примерно 130 рупийға түсті. Уақыт бойынша шамамен 2,5 сағатта жүреді Тадж-Махалға дейін. Оны арнайы сайттан алдым. Осы жерге қалдып келетін боламын сайтта. Метро билеттеріңізді өзіңізбен бірге алып жүріңіз, өйткені бар кезде осы QR кодты қайттан кері сканировать етіп шыға аласыз. Примерно система сол. Европаның көп метроларындағыдай. Наконец-то таптым өзім платформамды. Адам деген енді Индия болатсы. Индия десе Индия екен. Маңғырт қой. Вокзал деген вокзал. Мына шатасып қалуы әбден мүмкін. Ama Praga болып өзіңіздің жүретін рейстің номерін білсеңіз, платформаға келсеңіз, билетті тоже жазып тұрады, қай вагон дегендерді жоғарыдан көре аласыз мындай жерлерде. Мынау пойыздың номері. Және мынау D9 деп тұрған вагонның номері қателеспесем. Вагонға кірдік. Вагонға асып өтейін. Менде номер 89, Медли, ортасына отырады. Ja, 89 екен номер. Ну, ең арзан билет осы болды. Ең арзаннан көрейін дедім. Көрдім. Кондер жоқ. Мұнда вентилятор. Фотокопиятор бар екен. Final destination'a geldik. Agra қаласына. Халық деген мың. Индияда жүрген кезіп тұр. Примерно бір райдың, примерно Тадж-Махалдың айналасына 100 рупий дейді. 100 рупийдің примерно сол. 6 теңгеден шығып тұрау, походу. Осында машина бар. Неге барлы тук-тук.
кинода көріп үйреніп қалғандай ғой. Менікі сол не жаяу. Жаяу оны қалай мен отель букингтан нормальный таба алмадым. Сонымен өзім барып қарап, как раз жолшыбай біршама отельдер бар екен. Соларды көріп, деген жер. 80 рупиге келістік. 80 рупи примерно 450 теңге. Тадж-Махалға дейін апарады. Жолда как раз ақша ауыстырмап едім. Ақша ауыстыратын жерге апаратын дейді. 80 рупиің шамамен $1 ғой, 450 теңге. Тадж-Махалдың айналасындағы кішігірім ауданды аралап хостел іздеп жүрмін. Енді букингте ондай нормальный бағалар болды, бірақ қатты ұнаған жоқ. Сол үшін жергілікті қарап жүрмін. Местность не бар, не жоқ. Кішігірім көрсетіп кетейін. Бұл Аграның Тадж-Махалға жақын орналасқан кварталы. Так, 1000 рупиге снимать етіп алдым. Саудаласып 1500 деп тұр екен. Ну, бір адамға нормально. Сиям ғой. Блядь, манга, Сөгірі өтін да. Сөгірі өтін. Сүлгінету. Негізі план былай болған ғой. Жұмаға Тадж-Махалдың қасында мешіт бар. Дәл қасында тұрған. Ертең бұйырса Тадж-Махалға барған кезде көрсетерім. Сол Тадж-Махалға қасында мешітке жұмаға келем деп ойлағам. Сөйтсем government үкімет мені өзгертіп жіберіпті. Кейбір ережелерді осы жақында өзгертті дейді, жаңа бір мұсылман жігіттерден сұрап едім. Қазір тек местный тұрғындарды ғана кіргізеді дейді. Оған дейін соған қарағанда, егер жұмаға баратса, онда шетелден келген мұсылмандарды кіргізе беретін болған сияқты. Қазір сондай енді. Тадж-Махалдың айналасындағы кварталдың мешітіне барамыз. Сосын хостелде тоже әдемі жер бар. Спать қара, келер дасынан мынандай вид қадап боласың ғой, короче. Вау. Вау. Это нечто. Я. Бөлек екен мына жер. Тадж-Махалдың айналасы қызық, адам көп. Бүгін Тадж-Махал жабық болғаннан кейін ертең адам көп болатын сияқты. Тадж-Махалды жұмаға жабады, жұма намазына орай. Өйткені Тадж-Махалдың екі жағында тұрған зданиялардың біреуі
мешіт передатный маймылдар жүр. Походу бастық сияқты. Мешіттер ме? Өзім қалымда қызық. Бәрі талап. Осы жақтан таза су келеді, даже ішінде балықтар жүзіп жүр. Мына жақтан уже үстінде адамдар оқиды. Хостел гестхаус жоғары этажында көрініс ашылады деген. Бізде үшіштер бізде Тадж-Махалға дейді. Överlastar. Міне осындай көрініс. Шамамен бұл гостиницаға, шамамен демей қойын, точно 1000 рупий төледім. Бағана курста ауыстырғанымен бала сонымен есептегенде маған 15 долларға шықты ғой. Қымбатта болып қалдым, базар жоқ. Мынау тұрған бізде главный вход. Главный вход болғанда бұдан обычно адамдар шығады. Мына жақта шығыс және батыс есіктен ғана кіреді. Жерде әдемі көрініс екен де. Так, кешкі агроны қызда қойдайық. Короче, күндізсіні, пип-пип қой күндізсіні. Ясы, бұл бағасы білейін. Қала сасық шамал ис бар. Қала өте ескі. Ашаға жүре береді, беспредел, короче. Әзір сендерге қызықтың көбесін көрсетем. Вот, уличный туалет. Да. Қасында тамақ ішетін орын. Вот такие вот дела. Енді бұл жерде именно Тадж-Махалдың қасында осындай балконы бар, зданиялар. Өте сұранысқа ие. И көп гестхаус, хостелдерге барсаңыздар, көбісінде сондай нелер бар. Террассалар. Бірақ көбісі немен сеткімен жабылған, өйткені қаланың өзінде маймылдар өте көп. Мынау бізде алдымызда главный ворота. Главный ворота. Алдында болып жатқан жұмыстар. Главный ворота көбінесе шығуға арналған. Окей. Бұл осы туристік жерлерге апаратын басты көшелердің бірі ғой.
Жағдай көріп тұрсыңдар ғой, короче. По-моему, барып, сонымен бітіп қалатын сияқты. Барып көрейік до конца. Таж Махалдың басты есігі. Это жігіттер. Крекет ойнап отыр, крекет. Крекет білесіздер, бұл Пакистан, Индия елдерінде кәдімгідей популярный. Америкада американский футбол болса, бұл жақта крекет мықты. How long you playing cricket? Yes, I am cricket player. You cricket playing. No, I am cricket. You poor. This is poor. You donkey. This is poor.